Сәлем достар, бүгінгі сабақта төлем картасын ауыстырамыз немесе екінші карточканы қалай тіркейміз. Ол үшін Pindo'дағы кіреміз, мой профиль бөліміне өтеміз. Мына батырманы басамыз. Үшінші тұрған жазуды басып кіреміз. Қосу белгісі тұрған батырманы басамыз. Бұл жерге ескі карточкадағы 6 сандық пароліңізді жазасыз. Төмен қарай түсеміз. Мына жерге жаңа карточканың сыртындағы номерді толық жазып шығамыз. Қызыл кнопканы басамыз. Енді осы жерде мұқият тыңдаңыз. Сіз басқа біреудің карточкасын тіркейтін болсаңыз, онда бірінші жолға өзіңіздің карточкаңыздағыдай аты жөніңізді жазып шығуыңыз керек. Неге? Себебі Pindo'да сізді алдындағы карточкаңызбен аты жөніңізді сақтап қалған болатын, және ол басқа біреудің аты жөнін сақтамайтын болады. Сондықтан бірінші жолға өзіңіздің аты жөніңізді жазып шығыңыз. Екінші жолға карточканың сыртындағы мерзімін жазасыз. Ал үшінші жолға карточканың артындағы 3 сандық CVV кодты жазамыз. Қызыл батырманы басып сақтаймыз. Карточкаңыз тіркелді.